Үстіне прикол ұстап, ананы көрдің ба, қара не істеп жүрген, мынау не істеп жатыр, анау не істеп жатыр деп жүрген жерінде прикол қылып жүретіндер бар. Әсіресе құрдастар арасында көп жүреді сол. Отырған жерде мысқылдап бір-бірінің кемсітіп отырады. Ішінде біреулер болады осындай. Сол жігіттердің құлағын алтын сырған қыз бала болуы мүмкін, ер бала болуы мүмкін, байқау керек екен. Омар айтып жатыр. Біреулердің үстерінен күлемін деп, сен өзің ертең күлкі қалатын адам боласың дейді. Сен өзің сондай адамға айналып қаласың. Адамдар сенің үстінен күлетін болады бір уақыт келген кезде. Сол үшін біреудің үстінен күлмей алып қояйық, біз өзіміздің қатемізді туралауға тырысайық. Бауырлар, мұсылман адам екінші бауырының айнасы деген. Күлмейді. Бәлкім ол айна не істейді сізге, көмектесіп сізді қатеңізді тауып беріп турлап береді ғой. Дәл сол секілді ғұламалар айтады, оның айнасы бол дейді. Оның кемшілігін көрсең, үстінен күлместен барып өзіне жеке айтып